Қазіргі күні көптеген адамдар, әсіресе жастар жағы өзінің бизнесін ашып, өз ісімен айналысқанда армандайды. Дегенмен де бұл екінің бірінің қолынан келе қоймайтын қиын шаруа, өйткені түрлі кедергілері бар. Алғашқы капитал керек, яғни көп ақша керек. Сонымен бірге қазіргі кездегі біздің қолданыстағы заңдарда жаңағы бизнесті ашып, бизнес жүргізуге онша көп қолайлы болып тұрған жоқ. Бұл туралы ақпарат құралдары жазып та жатыр, көптеген мәселелер көтеріліп, депутаттар да айтып жатыр. Дегенмен де осы салада бір соншалықты бір ілгерілеушілік байқала қоймайды. Өйткені көп адамдар өздерінің бизнесін ашқан адамдардың көпшілігі 1 жыл, 2 жыл болмай жатып, көпшілігі жабылып қалып жатады. Өйткені жаңында айтып отырғандай қиындықтар өте көп. Осындай жағдайда не істеу керек? Қандай бизнеспен айналысқан тиімді деген мәселе төңірегінде бүгін әңгіме етпекпін. Мені айтқалы отырған бизнестің түрі бұл MLM бизнес деп аталады. Бұл MLM бизнеспен айналысу үшін ешқандай да алғашқы капиталдың, көп ақшаның қажеті жоқ. Және ешқандай офис ашудың, білікті мамандарды тартып жинаудың қажеті жоқ. Бұл бизнеспен айналысқан адам, кез келген адам айналыса алады. Бұл бизнес бәрі дайын, барлық инструменттері, құралдары дайын. Тек сізге жұмыс істеу ғана қажет болады. Өкінішке орай, бұл бизнес біздің елімізде қазіргі кезде соншалықты көп дами қойған жоқ. Бұл батыс елдерінде әсіресе өте көп қатты дамып кеткен. Ресейге де қазір жақсы келіп жатыр. Өкінішке орай, біздің елімізде әлі кенжелеп отыр. Бұл MLM бизнес деген не екенін көп адамдар түсіне қоймайды, біле қоймайды және айналыса да қоймайды. Мынау көріп отырғандарыңыз бұл әлемге танымал халықаралық биік деңгейге жеткен сондай бір алып компаниялар, MLM компаниялар. Avon деп аталады, Fabrix, Oriflame, Herbalife. Бұл компаниялардың жалпы жылдық айналымы, тауар айналымы миллиардтаған доллармен өлшенеді. Және бұл компаниялар ондаған жылдар бойы нарықта белсенді, табысты жұмыс істеп келе жатқан халыққа кең танымал компаниялар. Бұл компаниялардың өнімдерін сіздер бәркім өздеріңізде пайдаланып, тұтынып жүрген боларсыздар. Жақсы біледі, халық жақсы біледі. Бұл компаниялардың басқаларының бір ерекшелігі, бұлар өздерінің өнімдерін ешқандай да сауда орындарынсыз, делдалдарсыз, тікелей дистрибьютерлер арқылы желілі маркетинг тәсілімен, жүйесімен сатады. Айтқанда бұл компаниялардың өнімі бірден халыққа делдалдарсыз сатылады. Сондықтан да арзан болады. Және бұл компаниялардың өнімдері бір жағы жақсы, сапалы. Сондықтан да халыққа кең танымал болып отырған бір себеп осында. Енді осы MLM компания дегеніміз не? Бұны бұл мынадай пирамида түрінде бейнелеуге болады. Ең басында сол MLM компанияны ұйымдастырушы, басқарушы отырады. Бұл жеке тұлға болуы мүмкін, бір адам немесе бір топ бизнесмендер болуы мүмкін. Яғни айтқанда жаңағы директорлар кеңесі деп аталады, сондай компанияның басқарушысы. Содан кейін компанияның өнімі шығаратын үлкен кәсіпорын, фирма. Ең соңында дистрибьютерлер, яғни компанияның өнімін таратушылар. Дистрибьютерлер оларға шек қойылмайды, қанша адам штат, мынаншама штат аламыз деп шек қойылмайды. Оларда қанша адам тіркелсе, сонша адам жұмыс істейді. Олар 1000 адам болуы мүмкін, 10 мың, 100 мың, тіпті миллиондап кетуі мүмкін. Және ол бір елдің аумағымен шектелмейді. Олар бүкіл әлемге, халықаралық әртүрлі мемлекеттерде жұмыс істейді. Сондықтан да дистрибьютерлер, осы компанияның өнімдерін таратушылар саны шексіз көп. Олар осы компанияның негізгі қозғаушы күші де солай болып табылады. Енді MLM компанияның осы өзінің тауарларын тарату, желілі маркетинг бағытындағы атқаратын жұмысы 3 бағыттан тұрады негізі. Бірінші, компания өзінің тауарларын дистрибьютерлер арқылы таратады, яғни сатуды ұйымдастырады. Екінші міндеті бұл осы тауарларды сататын дистрибьютерлерді оқытып, олардың кәсіби білікті маманға айналуын
жағдай жасайды. Не айтқанда, компанияның өнімін тарату жай адамдардың қолынан келе бермейді. Оны атқаратын білікті кәсіби маман болу керек. Не айтқанда, сол компанияның өнімінің сапасын, оның ерекшеліктерін жақсы білетін, адамдармен дұрыс сөйлесе алатын, жақсы жаңағы тарата алатын, сату өнерін дұрыс меңгерген, кәсіпкерлік бизнестің саласын меңгерген адамдар болу, кәсіби білікті маман болу керек. Осы үшін компания қыруар қаржы бөледі, түрлі тренингтер, семинарлар өткізеді және курстар ұйымдастырады, өзінің дистрибьютерлерін оқытып, біліктіліктерін ұдайы арттырып отырады. Бұған өте қатты көңіл бөледі. Үшінші міндеті, компанияның үшінші міндеті бұл жаңағы дистрибьютерлерінің жұмысы үшін жақсы гонорар ақша төлеу. Яғни айтқанда, адамдардың көп бәрі бұл компанияға жұмысқа кіргенде ең басты мақсаты ақша табу ғой, табыс табу. Сондықтан да оларға жақсы гонорар қояды, көтеріңкі гонорар. Неғұрлым гонорардың деңгейі көтеріңкі жоғары болса, соғұрлым адамдар ынталанып жақсы жұмыс істейді. Содан кейін жақсы нәтижелерге қол жеткізген дистрибьютерлерді ынталандыру үшін түрлі материалдық сыйлықтар жасап отырады. Оның ішінде жаңа шетелдерге, демалыс үйлеріне барып демалатын путевкалар, тегін путевкалар беру, тағы сондай нәрселерді жасап ынталандырып отырады. Енді дистрибьютерлер дегеніміз, мысалы компания ішінде өз жаңағы бизнесін ашып алған, өзінің кішкентай бір компаниясын құрып алған бизнесмен деп санастырып алған әрбір дистрибьютерлер. Мысалы, сіз компанияға кірдіңіз жұмысқа, сөйтіп тіркеліп жұмыс істей бастадыңыз. Адамдар шақырдыңыз, мінекей, саттыңыз тауарларды. Бірінші деңгейді, мысалы, өзіңіздің тобыңызды құрдыңыз, мысалы. Бұл көп шексіз болуы мүмкін, бірінші деңгей. Содан кейін сіздің шақырған адамдарыңыз басқа адамдарды шақырып, тағы да олар өз деңгейінде төмендеп, жаңағы адамдар шақырып өзінің командаларын құрып жатыр. Одан кейін олар үшінші деңгейді тағы біреулерді шақырады, өстіп төмен қарай кете береді. Мен қазір жұмыс істеп жатқан Life is Good компаниясының 10 деңгейге дейін белгіленген өлшем. Яғни айтқанда, мен шақырған адамдары, яғни айтқанда 10 деңгейге дейін менің дистрибьютерім болып саналады, және сол адамдардан түскен ақшаның бір бөлігін маған беріп отырады. Бұл былай деп салыстыруға болады. Бұл мына компания, мына спонсор өзінің компанияның ішінен өзінің компаниясын құрып алды деп саналады. Яғни айтқанда, мына жерде спонсор өзі отырады, бір адам. Сосын өзінің адамдарын шақырып, ол адамдар үлкен топ құрып, осылай бір пирамида деңгейіндегі бір компания құрды. Енді осы шақырған адамдарыңыздың әрбір сатқан әрекетіне байланысты, тапқан ақшасына байланысты, соның бір бөлігі сізге түсіп отырады. Мына жерден төмен қарай жоғарыға сізге түсіп отырады. Сөйтіп сіз ештеңе істеместен соншама ақшаны алып отырасыз. Сіздің табысыңыз шексіз өсе береді. Яғни айтқанда, сіз неғұрлым көп адамды шақырсаңыз, командаңыз көп болған сайын, сіздің табысыңыз да өсіп, талайып көбейе береді. Осы MLM компаниямен айналысып, MLM бизнеспен айналысып, миллионер, тіпті миллиардер болып жатқан адамдар өте көп батыс елдерінде. Бұл бізге бір таңғаларлық сияқты болып көрінеді. Ал енді дамыған батыс елдерінде, бұл сала дамып кеткен елдерде бұл оншалықты таңғаларлық нәрсе болып саналады. Енді дистрибьютер, яғни айтқанда, сіз шақырып өзіңіздің командаңызды құрдыңыз. Енді сіздің атқаратын жұмысыңыздың екі бағыты бар екен. Бұл да компанияның атқаратын жұмысы сияқты. Бірінші, сіз компанияның өнімін таратасыз, сатасыз, сатумен айналысасыз. Екінші, сол сату қызметін атқаратын басқа бір тұрақты түрде сату қызметін атқаратын басқа адамдарды тарту. Сіздің міндетіңіз осылай болады. Мысалы, компанияның өнімін сатып алып, пайдаланатын жай тұтынушылар болады. Жай тұтынушы, белсенді емес тұтынушылар. Сатып алды, оның өнімі ұнайды, соны пайдаланады.
екінші бір адамдар болады, бұның өнімі жақсы екен, сапалы екен, және осы өнімді сату арқылы адамдар ақша тауып жатыр. Мен де осы әрекетпен жасап, осы әрекетті жасап, осы қызметпен айналысып көрсем қайтеді, бағамды сынап көрсем қайтеді дейтін адамдар болады. Олар мысалы келіп тіркеледі, сөйтіп сіздің дистрибьюторыңыз болады. Сөйтіп ол жаңа компанияның өнімін таратумен айналысады. Енді сіздің екінші жұмысыңыз сол құрған командаңыздағы дистрибьютерлерді оқытып, олардың білім біліктілігін арттырып, кәсіби маман етіп шығару, оған көмектесу отыру. Компанияның өзі мысалы өзінің дистрибьютерлерін оқытып, кәсіби білімді маман қылып шығарады. Ал енді әрбір адам, оның шақырған компанияның құрамында істейтін әрбір адам, ол да өзінің командасын құрып, жаңа компанияның өнімін таратып жатыр, және өзінің командасындағы адамдардың білім біліктілігін арттырып жатыр. Не айтқанда, бұл компанияның ішіндегі компания деп айтуға болады. Не айтқанда, бұл MLM компания өзінің жұмысын бір рет бастап, жолға қойып жіберді жүйені. Енді жүйе өз бетінше ешкімнің қатысуынсыз жұмыс істеп жатыр. Арманға дамытып, кеңітіп, жаңаға сөйтіп өсіп бара жатыр. Әрбір адам, мысалы, сіз өзіңіз мүдделі боласыз. Мысалы, бір адамды шақырдыңыз, ол адамның, мысалы, жақсы маман болып, жақсы жаңағы MLM бизнестің қыр-сырын меңгерген маманға айналып, өнімдерді, компания өнімдерін сатып, жақсы табыс табуына, сондай жетістікке жетуіне сіз мүдделі боласыз. Өйткені ол неғұрлым жақсы табыс тапса, сіз одан да жақсы табыс табасыз. Сөйтіп, сіз өзіңіздің командаңызды оқытып, сондай жаңағы біліктілігін арттырып, сондай команда құрады екенсіз. Бұл енді артықшылық жағын мен сізге мынау салыстырмалы түрде былай баяндап беруге болады. Мысалы, қазіргі жастар 5 жыл оқып, университетте оқып білім алады. Сөйтіп, өзі жаңағы диплом алып шығады. Бірақ сол өзінің мамандығы бойынша, дипломдағы мамандығы бойынша қызметке сала ма жоқ па, оған ешкімде кепілдік бермейді. Айтқанда ол дипломын алып шықты, сонымен университет қош айтысады, сонымен бітті. Сіз жұмысты табу өзіңіздің міндетіңіз болып саналады. Таба аласыз ба, таба алмайсыз ба, белгісіз. Дипломын арқалап бос жүрген адамдар, жұмыссыз жүрген адамдар көп. Ал тіпті өзіңіздің дипломыңызға сай, мысалы мамандығыңызға сай жұмыс тауып алған күннің өзінде сіз табысы жоғары, жалақысы жоғары бірден жұмысқа кіріп кете алмайсыз. Алғашқы кезде табысы төмен болады, жолыңыз болып, ақырын-ақырын қызмет баспалдағыңызбен өсуіңіз, сонда ғана бір жақсы нәтижеге жетуіңізге болады. Ал енді мынау MLM компанияда мүлдем басқаша. Мысалы, сіз кез келген адам MLM компанияға тегін тіркеледі, жұмыс істеуіне болады. Сіз жұмыс істей жүріп, ақша табасыз. Компанияның өнімін сатып жүріп. Содан кейін сізді тегін оқытады компания. Түрлі тренингтер, түрлі семинарлар, курстарға жібереді. Сөйтіп оқытып, сізді егер 4-5 жыл жұмыс істейтін болсаңыз, сіз MLM бизнестің қыр-сырын меңгерген мықты білікті кәсіби маман болып шығасыз. Және жақсы табыс табасыз. Сіздің табысыңыз анау 5 жыл, 6 жыл университетте оқып, диплом алған адамнан әлден есе көп болады. Және сіздің мамандығыңыз оған қарағанда әлдеқайда жақсы мамандық болып шығады. Өйткені табысы жоғары түсіретін сондай мықты мамандық. Сіз жұмыс істей жүріп, оқи жүріп, жұмыспен жаңағы теорияны бір қатар алып жүріп, кәсіби білікті маманға айналып шығасыз. Енді осының қайсысын таңдайсыз? Бұл әркімнің өзінің еркіндегі шаруа. Егер сізге осы видео сабақтан сіз бір пайдалы ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басып немесе пікіріңізді қалдыруыңызға болады. Ал енді MLM бизнес туралы толымды ақпаратты осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуыңызға болады.